Қайырлы күн достар. Біз келесі локациямыз Оман мемлекетіне келдік. Оман мемлекетінде Маскат қаласында бір күнде не істесек болады? Енді айдырмын, кез келген мемлекетте бір күнде максималды бәрін көру өте қиын, бірақ енді дегенмен де болады. Сондықтан міне круизден түсе салып, бір күнімізді тез осы мемлекетпен танысу мақсатымен осындай гид алдық, жеке гид. Аты Насыр бізбен бірге бүгін қаланы көрсетіп таныстырып жатыр. Турдың бағасы, бір машинаның бағасы негізі $100. Біз енді скидка сұрап $180 келісіп алдық. Кеттік, көрейік. Бір күнде не көруге болатынын көрсетеміз сіздерге. Араб түбегінің шығысында орналасқан тарихы терең, табиғаты әсем ел Оман сұлтанаты. Мұнда биік таулар мен шөлдер, көңілдір теңіз жағалаулары мен қамалдар бір-бірімен үйлесім тапқан. Әлемге аса таныла қоймаған бұл ел бүгінде өзінің ерекше мәдениетімен, дамыған қалаларымен және қонақжай халқымен туристерді баурап келеді. Сонымен бірге танысып көрейік жұмбақ әрі көрікті ел Оман жайлы. Біздің Омандағы алғашқы бағытымыз елдің ең үлкен әрі ең әсем мешіті Сұлтан Қабус үлкен мешіті. Мына жақта туристер бар. Оманда да кішкене пробка бар екен. Кішкене емес, кәдімгідей пробка екен. Ұзақ тұрмыз. Бітті деп жатыр, кіргізбейді. В общем, мынау мешітке келгенбіз ғой. Үлкен Қабус мешіті, бірақ 11-де уже жабылады екен. Өкінішке орай, тура 11-де келіп жабылып қалды. Өкінішке орай кіре алмай жатырмыз. Енді бұл Оманға келген кездегі ең бірінші Маскат келу керек нәрсе екен. Өкінішке орай үлгермей қалды. Көліктер өте көп, барлығы осы қайқын түскеннен кейін барлығы туристер автобуспен келіп осындай кішігірім, енді өте адам көп в общем. Короче, алдын туристерге арналған есік жабылып қапты, бірақ құдайға шүкір біз мұсылманбыз. Тура мына жердегі ата-анаға біз мұсылманбыз, біз кіре берейік десек, окей дейді. Точно мұсылмансыздар ма деді. Точно мұсылманбыз деді. Құдайға шүкір, точно мұсылманбыз. Яғни түсініңіздер ғой, туристерге, басқа дін өкілдеріне, басқа ұлттарға туристерге 11-ге дейін ана жерден үлкен туристерге арналған есіктен кіргізбейді екен. Мұсылмандарға мына есіктен уже кіргізеді. Біз ішіне кіріп намаз оқимыз дедік. Бұл мешіт Оманның астанасы Маскат қаласында орналасқан. Оның құрылысы 6 жылға созылып, 2001 жылы аяқталған. Мешіттің сәулеті көз тартады. Мәрмәрмен қапталған қабырғалар, мұнаралар және әлемдегі ең үлкен қолмен тоқылған парсы кілемдерінің бірі осы жерде орналасқан. Сыйымдылығы 20 000 адам. Бұл жерге келген әр адам Оманның бай мәдениетін, ислам өнерінің әсемдігін сезінеді. Сұлтан Қабус мешіті Оман халқының мақтанышы ғана емес, әлемдегі ең көрікті мешіттердің бірі. Сонымен басты кеңес бар ғой, негізінен кез келген осы мешіттерге келетін болсаңыздар, аш келіңіз ұмытпаңыздар. Өйткені ақ мрамормен көзбен күнмен шағылысып көз ашамайсың. Мысалы, мен сияқты жүрмін. Негізінен осы үлкен Қабус мешіті Омандағы. Шыны керек, Абу-Дабидегі мешіттен бір айырмашылық жоқ. Енді сондай ғой, атмосфера. Біздің Астанадағы мешіттен басы ғой. Тіпті мен айтамын, біздің Астанадағы мешітте әдемірек деп ойлаймын. Сол кіру тегін. Міндетті түрде қыздар бас орамалын жабу керек. Ер кісілер шортикпен, сонда ашық киім болмау керек, майкамен болмау керек. Мешіттен шыққан соң Маскат қаласындағы тағы бір ерекше орынға бардық. Корольдік опера театры. Бұл Оманның мәдени орталығы болып саналады. Ғимараттың сәулеті өте әдемі, араб нақышында салынған. Өкінішке орай ішіне кіре алмадық. Тек сыртынан тамашалап, 5 минуттай суретке түсіп, әрі қарай жолымызды жалғастырдық. Енді жағалау мына осындай адамдар, бұл бағаны бізден қайықпен бірге түскен адамдар. Кішкене толқын бар. Дегенмен де түсіп көрейік. Сонымен Оман мемлекеттің астанасы Маскат қаласы, ол Оман шығанағында орналасқан Араб мұхитының бір бөлігімен шайылып жатыр.
Бұның суы өте мөлдір таза, снорклингке, дайвингке өте ыңғайлы деп саналады екен. Тіпті бұл қаладан экскурсия алып дельфиндерді көрсек те болады екен. Оман мемлекетінің маңайында дельфиндер бар екен. Бірақ оған 4 сағат уақыт кетеді. Егер сіздер сол азанда көзден түсіп, бірден сол турды таңдап дельфинді көруге кетсеңіздер, үлгеруге болады. Ал біз енді қаланы аралауды бірінші рет болғандықтан қаланы аралап көрейік деп шештік. Теңіз жағалауы өте әдемі, таза, жанға жайлы. Толқынның баяу соққаны, теңіздің ерекше көгілдір түсі бірден көңіл күйді көтереді. Мұнда жергілікті халық та, туристер де серуендеп демалып жүреді екен. Бұл қаланы жалпы Меккеге ұқсаттым. Мен Сауд Арабиясында қалаларға ұқсаттым. Тау тастың арасында орналасқан, дегенмен де бұл жерде теңіз бар. Меккеде мысалы жоқ қой теңіз. Алыстау. 2 сағат жүру керек, 1,5 сағат жүру керек. Ал мына қалада теңіз бар, және де тау бар. Короче, бұл қалаға бәрі Оманда жүрсін ба, Катарда жүрсін ба, мынандай видпен ұйықтап отырып, теңіздің жағалауында, Оман мемлекетіне келіп, Маскат қаласына келіп, Араб теңізінің жағалауында ұйықтап отыр. Бәрі. Бұра қызық емес негізі, жас кішкентайларда әкеме қойсаңыздар болады. 10 жастан басып түсінеді ау деген кезден әкелсеңіздер болады. Жалпы Оман Араб түбегіндегі ең тыныш, қауіпсіз елдердің бірі саналады. Бұл жерде қылмыс өте аз, халық заңға бағыныш келеді. Сонымен қатар Оман әлемдегі аз ғана елдердің бірі. Мұнда әлі күнге дейін сұлтан басқару жүйесі сақталған. Оман халқы өз сұлтанын ерекше құрметтейді. Елдегі барлық маңызды шешімдер тікелей сұлтанның бақылауында. Бұл дәстүрлі басқару жүйесі Оманды өзге араб елдерінен ерекше қылып көрсетеді. Сондай-ақ Оман табиғаты әртүрлі елдердің бірі. Мұнда биік таулар да, шөлді дала да, керемет теңіз жағалаулар да бар. Оман өз тарихын, мәдениетін және дәстүрін жақсы сақтаған ел. Омандағы келесі бағытымыз елдің басты символдарының бірі саналатын сұлтанның ресми резиденциясы Аль-Алям сарайы. Бұл сарай Маскат қаласының дәл ортасында орналасқан және Оман сұлтанатының ресми қабылдау орны болып саналады. Келесі локация бұл Аль-Алям патшаның сарайы, яғни бүкіл біздің Қазақстандағы Ақорда ғой. Осы сарайдың алдында төселген әдемі алаң бар. Осы жерде туристер келіп, өз суреттерін түсіп, әдемі былай жерлерге қарап, уақыт өткізе алады. Сарайдың тарихы 200 жылдан асады. Бірақ қазіргі келбеті заманауи стильде қайта салынған. Аль-Алам араб тілінен аударғанда ту сарай деген мағынаны білдіреді. Сарайдың екі жағында 16 ғасырда салынған Португал бекіністері, Жәләлі және Мирани форттар орналасқан. Бұл тарихи бекіністер кезінде Оманды шетелдік басқыншылардан қорғау үшін тұрғызылған екен. Келесі бағытымыз Маскат қаласындағы ең көне және ең танымал базарлардың бірі Мутрох сук. Бұл базарға кірген сәттен бастап өзіңді шығыс ертегісінде жүргендей сезінесің. Тар көшелер, екі жақтан тізілген түрлі дүкендер, айналадағы хош иістер мен әшекейлер көз тартады. Мутрох базарының тарихы 200 жылдан асады және ол әлі күнге дейін өз ерекшелігін жоғалтпаған. Мұнда алтын, күміс бұйымдар, түрлі қолөнер заттары, дәстүрлі Оман киімдері мен иіс майлар сатылады. Саудагерлердің барлығы жылы жүзді, бағаға саудаласуға болады. Әсіресе Оманның әйгілі ладанын осы жерден табуға болады. Бұл базар жай ғана сауда орны емес,
нағыз Оман халқының өмірі мен мәдениетін сезінуге болатын ерекше жер. видео. Осындай жерден негізінен Оман өзінің парфюмімен, яғни өзінің мисктерімен атақты, өте атақты. Сондықтан мен міндетті түрде осы жерден өзіме кішігірім миск алдым. Бірақ Оманда жүрсең де, қай жақта жүрсең де, сол баяғы Made in China. Қараңыздаршы, Оман деген түйе сувенирлік, бірақ Made in China. Солай көп киімдердің, заттардың көбісі қытайлық. Сондықтан онша алғымыз келмеді. Орехтері бар. Желе ма, не бар? Осылайша Омандағы бір күндік сапарымыз осымен аяқталды. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір жазып қалдырыңыздар. Достарыңызбен бөлісіп, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда сіздерді әлде қызықты видеолар күтеді.